Армысыздар, менің есімім Мартин. 13 ғасырда өмір сүріп жатқан қарапайым шаруаның баласымын. Бүгін сіздерге орта ғасырдағы қарапайым халық қалай өмір сүретін жайлы айтып беремін. Сондықтан экраннан алыстамаңыздар. Let's go! Бүгін ерте тұрдым. Себебі кім ерте тұрады, соның несібесі мол дейді әкем. Бірақ таңда сағат жоқ. Әже шақырғанда тұрамыз. Таңғы асымыз қара нан, сұлы ботқасы және тағы да нан. Бірақ орта ғасыр адамдары қанағатты қасиет деп санаған. Қант жоқ, кофе жоқ, бірақ көңіл көтеріңкі. Енді күннің ең қызықты да қиын бөлігі жер жырту. Таң атып, күн шапағы жерге түскенде ауыл адамдары егін басына бет алады. Ерлер жер жыртып, шөп шапса, әйелдер сүт пісіріп, киім тоқиды. Орта ғасыр этикасы дегеніміз осы. Ең алдымен еңбек пен тәртіп. Біз өз жерімізді өңдейміз, бірақ бәрін Құдайдың еркі деп қабылдаймыз. Діни қызметкерлер болса еңбек етіп, оқып, үздіксіз құлшылық етті. Дін барлық үшін өмірдің ортасы болды. Шіркеу адамды нұр мен тәртіпке шақырып, күнәдан сақтануға үйретті. Әр іс, әр ой, жақсылық па, жамандық па деген өлшеммен бағаланды. Әр күн осылай шаршаңқы, бірақ көңіліміз тыныш. Халық бай болмағанымен рухани дүниесі бай. Олар еңбектің қадірін, адалдықтың маңызын, сабыр мен қанағаттың күшін біледі. Міне осылайша орта ғасыр этикасы адамның рухын тәрбиелеген, қоғамдық бірлікке жетелеген күш болды.